Көч қалайық мына соңғы кездегі коронавирус шулап жатыр, соған берер бір кеңесім бар. Жалпы на всякий случай мына инстаграмдағы және де басқа да желілердегі личный сообщенияларыңызды на всякий случай удалять етіп, очищать етіп жүріңіздер, және де мына гуглдан іздеп жүрген неше түрлі түрлі нәрселеріңізді, ыңғайсыз нәрселеріңізді де очищать етіп жүріңіздер. Oh man, good morning. Good timing дегеніміз уақытты сәтті таңдау. Андай мысалға сен бір жерге асық баратында, мысалы біз қазір продукт алуға баратырық, именно вот сағат 11-ден 43 кеткенде шыққанымыз, себебі ол уақытта пробкалар жоқ. Қазір свободно, аман есен, тез бір қанша 20 минутта жетеміз. Әшейінде бланча кездері барсаң 40 минутта жетеді, 2 есе жететін едік. Сол осындай кезде good timing дейсің. Good timing. Good timing. Сондай сияқты әркім өзіне қарай пайдаланады. Вы напросили, чтоб я вас вырезал с видео, короче, мам. Точно, маманың, короче, несі кірмейтін зақ. 10 миллионов жизней, испанка. Это некий, такая... Not panicked at all. Where do we stand right now from New York? Семізома су жоқ. Ничего себе, короче, мрак басталды. Мына жақта су таба алмай жүріп, судың бәрін алып кеткен. Адамдардың бәрі потеря болып жүр, не аларын білмей. Полкелердің бәрі пустой. Америкада су бітті. Мынандай бутылочный судан басқа негізі басқа продуктылардың бәрі толып тұр. Бәріне очередь па деп қасам, адамдар, короче, заттарын бәрін тастап кеткен ғой, алған уже. Потому что очередьтер ұзақта. Әрең дегенде мына мрачный очередьтің соңын тауып алдым. Самый необходимый нәрселерімізді алдық, вроде. Судан басқасын. Себебі су таусылып қалды. Болды, Америкада су жоқ. Құдай сақтасын мына вирустан. Аман есен шығайық. 2 апта деп отыр ғой, Қалайсың, Нөміржан ака? Не здоровайся, санитайзер есть? Давай санитайзер, брат, я тебя только что тронул. Ты не бойся, нормально все.